Россияға жолға шықтық. Балаларым келіп шығарып салды. Досым, Әмира, Батырқаным. Енді жолымыз болсын, әрине. Жолымыз болсын. Жол жүру деген оңай емес. Шаруаларымызбен кетіп барамыз. Ерігіп жүрген адам жоқ қазір. Балалардың шаруасы бар, өз шаруаларымыз бар. Енді мына тоқтап тұрған жеріміз қуырылған тауық, қазақша айтқанда. Кешкі өскемен. Теректер не деген тамаша. Аспан бұлттанып тұр енді, қара түнек болып тұр. Жаңбыр жауса дағы тұманнан Құдай сақтасын деп отырмыз. Арада күршімнен келе жатқанда жол көрінбейтін тұманда бірталай 1,5 сағаттық жер 20 мен 40 пен келді ұлым. Жолдың кесепатына сақтасын. Айғыр машинасы. Ержанханым бар, Қаншайым бар, Керім бар. Соныменен бүгін кішкене кештеу шықтық әрине. Таңғы 4-5 кезінде жетеміз бұрын ауылға. Ертеңде шаруаларымызды бітіріп түстен кейін шығып кетеміз ғой. Қайтадан кеште келеміз, Құдай бұйырса. Өскеменге. Жолың болсын, жолаушы деп, бізден басқа да жол жүріп бара жатқандар болса, жолдары болсын. Баратын жерлерді амана жетсін, мақсаттары орындалсын, адамдарды Алла тағала. Үйден тілеп шығамыз ғой енді. Құранымызды оқытып, балаларымыз тілеп артымыздан. Бірінші рет шауып жүргеніміз жоқ енді. Негізі өз саяхатты қоям деп ойлаймын мен. Бірақ осы саяхат басталып кетеді, аяқталып кетеді деген ғой енді. Мынау ал енді менің артымдан жазылып жатқан достарым, қолдап қойыңыздар. Алдағы бізде жазылған друзья дейміз ғой енді. Друзьядардың бәрі кетті. Гүлнар Қазақстан жүр, сосын кейін Маңғыстау Қазақстан жүр. Гүлнар Астана жүр, сол 3 кісі ғана менің видеоларыма лайк басып қарап жатқан. Кейінгілерден енді өзі Алмасқан, Будылай, біздің енді олар күнделікті қарап бір-бірімізді дәми, Күнсұлу, өзіміздің араласып енді жақсы сөздер жасатын достарымыз. Ал құрметтілерім, қайта оралып келгенше